Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Майшекеев Жанат Елубайұлы, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Шағанақ орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Мен сіздерге оқушылардың физикалық дайындығын жетілдірудегі инновациялық әдістер мен тиімді тәсілдер атты бағдарламамды ұсынғалы отырмын. Бағдарлама аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат болып өткізіледі. Құрметті әріптестер, дене шынықтыру пәні оқушылардың физикалық дамуы мен денсаулығын нығайтуға бағытталған білім саласы. Қазіргі қоғамда дене белсенділігінің төмендеуі, семіздік және түрлі аурулардың көбеюі денсаулық мәселелерін өткір қойып отыр. Сондықтан дене шынықтыру пәні жастардың физикалық дайындығын, денсаулығын қорғауды және өмір бойы дене тәрбиесімен айналысу мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, дене шынықтыру сабағы адамның психологиялық тұрақтылығына, эмоциялық жағдайының жақсаруына ықпал етеді. Дене белсенділігі арқылы стрессті азайтуға, оқу үлгерімін жақсартуға болады. Бұл пәннің маңыздылығы тек физикалық дамумен шектелмей, оқушылардың жалпы өмір сүру сапасын арттыруға да ықпал етеді. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың физикалық дамуын қамтамасыз ету, олардың денсаулығын нығайту, спортқа деген қызығушылығын ояту және өмір бойы дене белсенділігін сақтау болып табылады. Сонымен қатар, пәннің мақсаты оқушыларға дене тәрбиесінің маңызды аспектілерін, спорттық дағдыларды, командалық жұмыс пен әлеуметтік жауапкершілікті үйретеді. Осы мақсатқа жету үшін заманауи оқыту әдістері, инновациялық тәсілдер мен ақпараттық коммуникациялық технологиялар кеңінен қолданылады. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақтарда әртүрлі белсенді ойындар, функционалдық жаттығулар, спорттық жарыстар және қозғалыс белсенділігін арттыратын бағдарламалар енгізілген. Бағдарламаның басты міндеттері оқушылардың дене күшін, шыдамдылығын, жылдамдығын және икемділігін арттыру. Бұл міндетті орындау үшін дене жаттығулары, спорттық ойындар, арнайы жаттығу кешендері кеңінен қолданылады. Әр оқушының физикалық деңгейін ескере отырып, жеке даму жоспарлары жасалынады. Бағдарламада оқушылардың дұрыс тамақтануы, гигиенасы және денсаулық сақтау әдістерімен таныстырылады. Дене шынықтыру сабақтарында тыныс алу жаттығулары, релаксация әдістері, дұрыс дене қалпын сақтау жөніндегі білім беріледі. Сонымен қатар, салауатты өмір салтын насихаттау арқылы оқушыларды зиянды әдеттерден алшақ ұстау мақсат етіледі. Бұл бөлімде оқушылардың әртүрлі спорт түрлерінің негізгі дағдыларын меңгеруі, ойынның ережелерін түсінуі, спорттық іс-шаралар, мектепішілік жарыстар, турнирлер арқылы оқушылардың техникалық дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, оқушылардың спорттық қызығушылығын арттыру үшін заманауи спорт түрлері де енгізілген. Бағдарламада түрлі ойындар арқылы оқушылардың командалық жұмысын жақсартады, бәсекелестік атмосферасын қалыптастырады. Бұл міндетті орындау үшін топтық ойындар, эстафеталар, стратегиялық тапсырмалар пайдаланылады. Оқушылар бір-бірімен ынтымақтастықта жұмыс істеуге, бірлесіп шешім қабылдауға дағдыланады. Оқушылардың стрессті басқару, мақсат қою және оған жету дағдыларын дамытады. Дене шынықтыру сабағында өзін-өзі бақылау, өз-өзіне деген сенімділікті арттыруға бағытталған жаттығулар енгізіледі. Сондай-ақ, сабақ барысында мотивациялық элементтерді қолдану арқылы оқушылардың өзіне деген сенімін нығайту көзделеді. Оқушылардың жеке жауапкершілігін, тәртіптілігін және этикалық нормаларды сақтауын қалыптастырады. Спорттық іс-шаралар мен жаттығулар арқылы оқушылардың тәртіптілік, адалдық, әділдік қасиеттері дамиды. Сонымен қатар, сабақтарда спорттық этика, өзара сыйластық,
көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға баса назар аударылған. Бағдарламада күтілетін нәтижелер: оқушылардың физикалық дайындығының жоғарылауы, денсаулығының нығаюы, қозғалыс белсенділігі мен спортқа қызығушылығының артуы, командалық жұмыс дағдыларын меңгеруі және әлеуметтік қарым-қатынас деңгейінің жоғарылауы, жеке тәртіп пен жауапкершілігінің артуы, спорттық ережелер мен этикалық нормаларды сақтау дағдыларын игеруі, денсаулықты сақтау мен физикалық белсенді өмір салтын ұстану әдісінің қалыптасуы, шешім қабылдау, қиындықтарды жеңу және стрессті басқару қабілеттерінің артуы. Бағдарламада оқушылардың жаттығуларды істей алуға тиіс спорттық ойындарының негізгі техникаларын меңгеруі, жеке және командалық спорт түрлерінің негізгі ережелерін сақтай білуі, дене белсенділігі мен салауатты өмір салтын сақтау принциптерін түсіну және қолдана білу, физикалық дайындығын бағалап, өз мүмкіндіктерін жетілдіру, командалық ойындарда ынтымақтастық пен жауапкершілікті таныту, денсаулық сақтау шараларын ұстану және жарақаттың алдын ала білу әдістерін білу, жаттығу кезінде өзін-өзі реттеу және эмоцияларды басқару дағдыларын игеру. Құрметті әріптестер, зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.